Артикуляция та лакрюралис сырақ асық буыны. Буын беттері. Буын басы асық сүйегінің шығыры трохлеотали және де медиальды латеральды қайықшаның медиальды және де латеральды буын беттерінен фацис малеолярис медиалис это латералистен құралады. Мына жерде бізде медиальды буын беті көрсетілген. Мына асық сүйегінің шығырының арғы бөлігінде латеральды қайықшаның буын беті орналасады. Ал буын ойысына келетін болсақ, бұл асықты жіліктің дистальды ұшының буын беті фацис артикулярис инфериорадан және де фацис артикулярис малеоли фибуля және де фацис артикулярис малеоли тибия, яғни асықты жілік шыбығының қайықшаларының буын беттерінен құралатын болып саналады. Буын беттері бізде гиалинді жеміршекпен қапталған және де буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан. Буын қапшығының негізінен алдыңғы және де артқы бөліктері боста орналасады. Және де буын яғни сүйектер, буын беттері бір-біріне өзара сәйкес келген болып саналады және де келесідей байламдармен бізде бекітіледі. Біріншісі байламы бұл бізде дельта тәрізді байлам, лигаментум дельтаидум негізінен 4 бөлікке бөлінеді. Біріншісі парс тибия талярис антериор, мына бөлік. Бұл біздегі медиальды қайықшаның алдыңғы бетінен бастау алады, алға және де төмен қарай бағытталып, асықты сүйектің артқы бетінің медиальды қапталына барып бекитін болып саналады. Сонымен қатар екіншісі бұл бізде парс тибия навикулярис, яғни асықты жілік қайықша бөлігі, бұл ұзындау келген медиальды қайықшадан басталатын болып саналады, мына асықты жіліктің. Содан кейін бұл қайықша тәрізді сүйек ос навикулярис, мынау сүйек ос навикулярис, осының артқы бетіне барып бекитін болып саналады. Келесі байлам бұл бізде асықты жілік және де өкше байламы, парс тибия калкана деп аталады. Бұл біздегі медиальды қайықшамен асықты сүйектің тірегі, яғни сюстентакулум талидің аралығында орналасатын байламның бөлігі болып саналады. Және де бұл байламның артқы асықты жілік асықты бөлігі парс тибия талярис постериор, бұл медиальды қайықшаның артқы бетінен бастау алады және де асықты жілік сүйегінің артқы медиальды қапталына барып бекитін болып саналады. Келесі байлам бұл алдыңғы асықты жілік шыбығының байламы, лигаментум талофибулярис антериор деп аталады. Латеральды қайықша, яғни малеолис латералистен бастау алып, алға қарай өтіп, асықты сүйектің мойнының сыртқы бетіне барып бекитін болып саналады. Келесі өкше асықты жілік шыбығы байламы, лигаментум калкана фибулярия, мына байлам. Бұл байлам біздегі латеральды қайықшаның сыртқы бетінен бастау алатын болып саналады және төмен және де артқа қарай бағытталады да өкше сүйегінің латеральды бетіне барып бекитін болып саналады. Және де лигаментум талофибулярис постериор, асықты жілік шыбығының артқы байламы, бұл латеральды қайықшадан бастау алады және де горизонтальды бағытта өтіп, мына асықты сүйектің артқы латеральды төмпешігі туберкулум латералиге барып бекитін болып саналады.